Барлықтарыңызға сәлем. 8-ші сабақтың үй тапсырмасын бере кетейін сіздерге. Біріншісінде бізде үй тапсырмасын орындайсыздар. Мына жерде сөйлемнің басы берілген. Соңғы жағында соңғы сөз ол өз ретімен жазылмаған. Және ол сөз бізде түсті білдіреді, цвета, иә. Мысалы, біріншісінде red, екіншісінде Amelia's coat is дейсіз да, мына сөз табуларыңыз керек. Мына түстің аттары. Мысалы, мынау blue, brown деген сияқты қалғандарын орындап шығыңыздар. Сөйлемді толықтай жазып. Келесі мына би тапсырмасында орындай кетейік. Біз өтіп кеттік сыныпта, видеода қарама-қарсы мағынадағы сөздерді. Соларды қолданамыз мына жерде. Яғни, мынау жирный шрифтпен жазылғандардың қарама-қарсы мағынасын жазуымыз керек. Мысалы, our car isn't small. Яғни, it is big деп айтуымыз керек. Енді my car isn't fast. Жылдам. Оны біз ақырын жүретін деп жазуымыз керек. It is slow. Келесі, яғни мынау қарамен айтып кетейін, дағды жирный шрифтпен жазылған сөздердің қарама-қарсы мағынасын жазып қойып шығуларыңыз керек. Listening тапсырмасын орындаңыздар. Сіздерде мына 3 түрлі диалог тыңдайтын боласыздар. Соның әрбірінде сіздерде дұрысын таңдауымыз керек. Яғни осы көлік пе, әлде мынау көлік пе? Мынау Италиядағы ненің қасында ма, әлде Нью-Йоркта тұр ма? А мен Б екеуінің біреуін белгілеп шығасыздар, тыңдап отырып. Содан кейін әдеттегідей мына сөздердің бәрін жазып, мағыналарын қасына жазып, жаттап алыңыздар. Бүгінгі үй тапсырмасы осы. Міндетті түрде орындаңыздар. Сіздерге сәттілік, сау болыңыздар.